нақты не көмектеседі және өзгерісті қалай бастауға болады? Тәуелділіктің себептері мен механизмдерін түсінгеннен кейін заңды түрде нақты қандай әрекеттер нәтиже береді деген сұрақ туындайды. Ең алдымен маңызды нәрсені атап өткен жөн. Тәуелділік өздігінен өте сирек жағдайда ғана жойылады. Егер жүйелі шаралар қолданылмаса, бұл жағдай уақыт өте келе үдей түседі. Бүгінгі таңда ең тиімді тәсіл бұл комплексті емдеу тәсілі. Оның мақсаты тек қолдануды тоқтату емес, сонымен қатар адамның ойлауын, мінез-құлқын және өмір салтын түбегейлі өзгертуге тырысу. Оңалту орталығында адамның тәуелділіктің себептерімен жұмыс жүргізіледі, стресс пен қиындықтарды наркотиксіз, алкогольсіз жеңуді үйретеді. Бұл ұзақ әрі созылмалы процесті талап етеді. Туыстарда жиі күмән мен қорқыныш болады. Ең жиі кездесетіндерінің бірі ол емделуге келіспейді деген сенім. Шынында тікелей ұсыныс көбінесе қарсылық тудырады. Алайда адамды қатаң қысымсыз біртіндеп осы шешімге әкелетін тәсілдер бар. Сондай-ақ бұрынғы сәтсіз тәжірибеге байланысты күмән туындауы мүмкін. Мұндай жағдайда емдеу процестің қалай ұйымдастырылғанын және қандай маңызды элементтер ескерілмегенін талдау өте маңызды. Сонымен қатар, әрекетсіздік көбіне жағдайдың нашарлауына алып келетінін түсіну қажет. Уақыт өте келе тәуелділік күшейеді, ал оның салдары адамның өзіне де, оның айналасына да ауыр тиеді. Алғашқы қадам міндетті түрде бірден оңалту шешім қабылдау болмауы мүмкін. Ең маңыздысы қазіргі жағдайда дұрыс бағалап, дәл осы сәтте ең тиімді қандай әрекеттер жасау керектігін түсіну. Сондықтан бастапқы кезеңде ең бастысы кәсіби бағалауды алып, алдыңғы нақты іс-қимыл стратегиясын құру. Осы 5 сабақтың соңында мен сіздерді тегін офлайн консультацияға шақырамын. Консультация барысында біз дәл сіздің жағдайыңызды талдаймыз, не болып жатыр, қандай қауіп-қатер бар және қандай нақты емдеу жолдары бар екенін қарастырамыз. Сізге жағдайды ушықтырмай, керісінше шынайы көмек көрсету үшін қалай дұрыс әрекет ету керектігін түсіндіреміз. Егер сіз басқа қаладан болсаңыз, бізге келіңіз. Алғашқы кезеңде және жеке танысып, барлық сұрақтарға жауап алып, мәселені және оны шешу жолдарын нақты түсіну өте маңызды. Белгісіздікте қалып, тәуелділіктің одан әрі күрделене түсуіне жол бергеннен гөрі нақты қадам жасау әлдеқайда тиімді.